Кешар қадірлі көрермен, эфирде уәде жобасы, сіздермен Ерболат Мұхамеджан. Уәде жобасының негізгі мақсаты үкімет мүшелері, әкімдер мен квазимемлекеттік мекемелер басшылары, сонымен қатар депутаттардың халыққа берген уәдесі мен президент тапсырмасының орындалу барысы бойынша сұрақтарға жауап алу, әрі нақты түсіндіру. Уәденің бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы президентінің ғылым және инновациялар мәселелері жөніндегі кеңесшісі Күнсұлу Закария. Қош келдіңіз, Күнсұлу ханым. Сәлеметсіз ба? Күнсұлу ханым, сіз енді президенттің ғылым және инновациялар жөніндегі кеңесшісі ретінде қызметіңізді бастадыңыз. Бұған дейін бұл бағыт бойынша қателеспесем кеңесші болмады ғой деймін президент, иә? Бұл алғаш рет. Алғаш рет, иә? Қандай сізге негізгі бағыттарды қойды? Не себепті, яғни сізді кеңесші қылып тағайындаған кезде, өзінің кеңесшісі ретінде алған кезде, қандай бағыттар, қандай мәселелерді шешу үшін сізді кеңесші қылып тағайындады? Енді ең негізгі мен үшін бұл лауазым өте жоғары мәртебе. Және де өте үлкен жауапкершілік. Тағайынған кезде мүмкін менің ғылымда жұмыс істеген жылдарыма қараған шығар. Мен ғылымда 35 жыл, үздіксіз. 35 жылдың ішінде ғылымда 47 патентті шығарып, соның автормын. 200-ден астам жобаларға қатысып, соларды жүргіздім, және соларға жетекші болдым. Бір 15 шақты үлкен ғылыми бағдарламалардың жетекшісі болдым. Жоғары рейтингті журналдарда мақалаларым шықты. Мүмкін соған қарап, мені осы лауазымға тағайындаған шығар. Мен ол жағынан сұрап отырған жоқпын. Сұрағым қайтадан қойын. Сіздің ғылыми потенциалыңызға ешқандай күмән жоқ. Мен сұрап отырған қандай мәселелерді шешу үшін, яғни қандай мәселелер туындайды ғой, белгілі бір осы ғылым саласында үлкен мәселелер туындады ма, немесе бір бағыттарды ретке келтіру керек болды ма? Қандай мәселелер туындады мысалы сол кезде? Яғни сізге бір нақты тапсырмалар қойған шығар? Сіздер білетін шығарсыздар, мен тағайындаған кезде жаңа ғылым және технологиялық саясат заң жобасы басталатын еді. Бұл қабылданған жоқ ол кезде? О кезде қабылданған жоқ. О кезде үлкен талқылаулар болды, топтар жұмыс істеген, ғылым, бизнес өкілдері және парламенттердің ішінде біздер ғылымды жаңа бағытқа, жаңа белеске шығаруымыз керек еді. Және білесіздер, мемлекет басшысы осы стратегиялық бағыттардың ішінде ғылым бағытын өте жоғары бағалайды және оған өте жоғары көңіл бөледі. Оған көптеген дәлелдер бар. Ең бірінші, осы 2024 жылдың аяғында қабылданған жаңа заң, ғылым және технологиялық саясат заңы. Бұл өте жоғары деңгейге біздің ғылымды көтеруге арналған құралдар және әртүрлі жаңа талаптар қойған. Екіншіден, бәрімізге мәлім, Қазақстан Республикасы президент жанындағы ұлттық ғылым кеңесі құрылған. Ондай бұрында болған емес. Ұлттық ғылым кеңес оның ішінде ең ірі, ең әйгілі, белгілі ғалымдар жиналып, сол жерде ғылымның негізгі өзекті мәселелерді талқылайды. Қазақстан Республикасы президенті жанында ұлттық ғылым академиясы құрылған. Ғылымның басым бағыттары осы кезде қайта қаралды. Ғылымға бөлініп жатқан қаражат өткен жылдарға қарағанда 3,3-ке көбейді. Бұл өте жоғары ғылым саласына көмек, қаржылай көмек. Сондықтан да мемлекеттің алдында ғылым бойынша үлкен сұрақтар туындаған кезде осы жаңа лауазым пайда болды. Және осы сұрақтарды шешу үшін маған көптеген тапсырмалар берілді. Қандай мысалы? Сол кездегі жаңа заңнаманы қадағалау, сол кезде жаңа басым бағыттарды қайтадан қарастыру. Сіздердің ұсыныстарыңыз өтті ме сол кезде?
Барлық ұсыныстар өтті. Барлық ұсыныстарды қолдап, ғылым қоғамдастығы және біздің парламентарийлер қабылдап, сол жаңа заң шықты. Ең негізгі біздің осы соңғы кезде жеткен жетістігіміз ол біздің заңымыз. Ғылым және технологиялық саясат заңы. Қазіргі таңда ғылым саласы қандай сын қатерлермен бетпе-бет келіп отыр? Қандай да бізде ғылым саласындағы негізгі проблемаларды атап көрсете аласыз ба, мысалы? Негізгі проблема ғылымда көп 10 жылдар бойы стандарттау өткізілмеген. Біздер инновация және цифрлық даму министрлікті алатын болсақ, ол ең жаңа министрлік. Және цифрландыру ол ең жаңа сала. Сол жаңа министрлік өзінің жұмыс аясында 30 шақты стандарт шығарған. Өзінің жұмысы толық стандартталған және сол жұмысты өткізу үшін талаптар қойылып, жұмыс сол талаптарға сай өткізіледі. Ғылым саласын алатын болсақ, ғылымда соңғы стандарт 1998 жыл шыққан. Және бар болғаны 2 стандарт. Енді қарайық. 1998 жыл шыққан телефон, мобилді телефон, соның стандарты қазіргі заманға сай телефондарға келе ме? Немесе сол жылдары, 90 жылдардың аяғында шығарылған машинаға стандарт қазіргі электромобильдерге келе ме? Тура сондай сияқты. 1998 жылы шыққан стандарттар қазіргі ғылымды қамтиды ма? Қамтымайды ма? Қамтымайды. Неге? 98 жыл. Неге өзгермеген ол? Сол сұрақты, ол шетте қалған сұрақ. Ешкім оған назар бөлген жоқ. Сол сұрақтарды біз қазір көтеріп, стандарттарды шығарып отырмыз. Бүгінгі күні ғылымның негізгі мәселесі ол жаңа тек қана мақала шығару емес. Тек қана шетелмен бірлесіп жобаларды өткізу емес. Біздер түпкі фундаменталды затқа көңіл бөлуіміз керекпіз. Түпкі фундаменталды зат ол стандарт. Цифрландыру бойынша осы қысқа мерзімде 30 стандарт шықса, ғылымды стандарттайтын бірде-бір соңғы 25 жылда стандарт болмаған. Сондықтан да ең негізгі, ең өзекті мәселе стандарттарды қазір әзірлеп шығару. Себебі не үшін керек біздерге стандарт? Біздер ғылым жобасын өткізген кезде негізгі біздің құжатымыз ол тек қана келісім шарт. Ғылым комитетімен қойылатын келісім шарт. Оның ішінде тек қана мақсаты және шешілетін сұрақтар көрсетіледі. Ал ол жұмысты қалай өткізу керек, қалай ұйымдастыру керек. Ол жұмысты, ғылыми жұмысты нәтижесіне қалай жету керек, ол нәтижені қалай және кім тексереді. Ғылыми нәтиже конструкторлық жұмысқа қалай өтеді? Конструкторлық жұмыстан әрі қарай ол коммерциализацияның процесіне қалай өтеді? Және одан өнім қалай алынады? Ол жағы ешбір құжатпен белгіленбеген. Әлі күнге дейін? Ешқандай талап жоқ. Әлі жоқ па қазір? Жоқ. 25 жыл бойы біздер талапсыз өмір сүріп келе жатырмыз. Олай болмайды. Сонда қалай қаражат бөлеміз? Сондықтан да мемлекет басшысы ең негізгі мақсат ғылымның алдында қойғаны ол нәтиже алу және сол нәтиже Қазақстанның экономикасына пайда келтіру. Соны біздерге реттейтін және сол мақсатқа жеткізетін тек қана стандарттар. Бүгінгі күні ғылым комитеті стандарттармен жұмыс бастаған. 2026 жылға біздің стандарттау комитетіне ұсыныс берген. Келесі жылдың жоспарына енгізілген. Сондықтан да бұл жұмыс 2030 жылға дейін
бірнеше стандарттар, ғылымды реттейтін стандарттар шығарылатын болады. Сол бойынша жұмыс тобы құралған. Бұл сіздің ұсынысыңыз ба? Ол менің ұсынысым. Біздер бұл стандарттарды қарастырған кезде көптеген ірі мемлекеттерді зерттедік. Мысалы, Францияда ғылымды қарастыратын және ғылымды реттейтін 25 шақты стандарт бар. Өздерінің ұлттық стандарттар. Великобританияда 10 шақты стандарт. Сондай сияқты ірі технологиялық экономикалары өте жоғары мемлекеттерде міндетті түрде ғылым және инновация стандарттары бар. Сол мәселемен біздер қазір айналысып отырмыз. Жай сұрақ болып көрінуі мүмкін, бірақ сұрай кеткім келіп отыр да. Сонда ол не үшін біз осы күнге дейін оны қабылдамағанбыз? Сұраныс болмаған ба, ғалымдардан сұраныс болмаған ба, әлде жаңағы тапсырыс беруші тараптан сұраныс болмаған ба? Не үшін біз бұлай 25 жыл бойы, жаңа сіз айтқандай, осындай үлкен проблемамен келгенбіз? Бұл шынымен де үлкен проблема. Ол проблеманы ешкім жасырып жатқан жоқ. Ол проблема бүкіл жерде айтылады. Біздерде ғылым экономикадан өте алшақ кетті. Ғылымнан шыққан өнім ешқашанда экономикаға шығып сатылған жоқ. Экспорт түгелі ішімізде біздер ғылымның жетістіктерін көріп жатқан жоқпыз. Министр айтып жатқан селен, Ол соңғы кезде шығып жатқан заттар. Соңғы бір 2-3 жылдың ішінде жайлап келіп, біздер сол жаңа бағыттарға шығып жатырмыз. Қазіргі уақытта қолданбалы ғылыми жобаларға көп қаржы бөлінеді, және оларға жаңа үлкен талаптар қойылады. Ғылыми орта оған дайын ба? Қаржы бөлініп жатыр қазір. 2 жылдың ішінде 30 жыл бойы дамымаған сала ешқашанда көтерілмейді. Бұл жерде біздер прагматикалық көзбен қарап, алдағы бір 10 жылға үлкен жоспар қойып, жайлап соған жетуіміз керекпіз. Неге біздер бүгінгі күні жете алмаймыз? Себебі біздердің ғылыми зерттеу институттарының инфрақұрылымы 70%-ға ескірген. Құрал жабдықтар көп жылдар бойы алынбаған. Құрал жабдықты алудың бағдарламасы да болмаған. Жай ғана ғылыми зерттеу жұмысына қаржы бөлінеді, ал құрал жабдықты алуға қаржы бөлінбеген. Сондықтан да бұл жұмыс тек қана соңғы 4-5 жылдың ішінде жүзеге асырып жатыр. Жаңа талаптар, гранттық немесе үлкен ғылыми бағдарламаларының ішінде осы құрал жабдықты алуға қосымша қаржы бөлінеді. Және де жаңа инфрақұрылымдар салып жатыр, жаңа лабораториялар ашылып жатыр, жаңа зерттеу орталықтар ашылып жатыр. Ол соңғы бір 5 жылдың ішінде болып жатқан жағдай. Біздер білеміз, өзіңіз де білесіз, соңғы 30 жылдың ішінде естігеніміз, жаңа спорттық объект ашылады, жаңа театр ашылады, жаңа мектептер, ауруханалар, жаңа ғылыми орталық ашылған естіңіз? Олардың өзі аз болды ғой, негізі. Осы соңғы 4-5 жылда ғой өте көп салынып жатқан. Соңғы 4-5 жылда жаңа зертханалар, жаңа ғылыми орталықтар, ғылыми зерттеу институттар тек қана жайлап көтеріліп келе жатыр. Ең негізгі біздерге инфрақұрылым. Инфрақұрылым болса, яғни ғалымдар жаңа құралдармен, жаңа аппаратурамен өздерінің жаңа бір жаңалықтарын аша алады. Түсінікті. Күнсұлу ханым, Қазақстан ғылымға жалпы ішкі өнімнің 0,12-0,13% ғана бөледі екен. Шамамен бөлінетін қаржысы. Енді жыл сайын өсіп келе жатыр деп айтады, алайда салыстырмалы түрде әлі де аз деген пікір бар. Бұл менің емес, ғылым саласында жүрген азаматтардың пікірі. Ресейде мысалы енді 1% дейді, Беларусьта 0,6%. Үкімет 2025 жылға дейін бұл көрсеткішті жалпы ішкі өнімнің 1%-не жеткіземіз деп уәде берген. Бұл жоспар орындалуы мүмкін бе? Жалпы бұл пайыз туралы бәріне де белгілі, бәріміз білеміз. Және де ғылыми қоғамдастық
және де министрліктер барлығы бір ауыздай бұл өте төмен көрсеткіш деп мойындайды. Бұл пайызды көтеруіміз керекпіз. 1% не басқа ірі мемлекеттерде сияқты одан да жоғары пайызға. Дегенмен де бір көтергеннен мәселе шешілмейді. Оны көтерсек, біздер ойланып, жоспарлы түрде көтеруіміз керекпіз. Не үшін керекпіз. көтеріп жатқанымыз? Не үшін? Ең бірінші біздер көтерген кезде ол қаржыларды жаңа мен айтып кеткен инфрақұрылымға жіберуіміз керекпіз. Екінші, кадрларды дайындау. Инфрақұрылым дайын болса, оның ішінде біреулер жұмыс жасау керек қой, ғалымдар. Ғалымдар дайын ба? Ғалымдарды дайындау керек. Ол бойынша қазір көптеген бағдарламалар бар. Ғылым және білім министрлігі болашақ арқылы ғылыми стажировкаларды және постдокторантурада оқытатын жас ғалым бағдарламасы бар. Сол бойынша кадрлерді дайындап келе жатыр. Дегенмен де 0,13%-дан 1%-ға бір жылдың ішінде көтеруге болмайды. Біздер оған дайын емеспіз. Оны жоспарлы түрде жан жағын ойластырып, ең бірінші стандарттарды жасап, инфрақұрылымды дайындап, кадрлерді дайындап көтеруіміз керекпіз әрине. Біздер технологиялық ірі мемлекет болу үшін оған қаржыда сәйкес болу керек. Орындалады ма сіздің ойыңызша? Менің ойымша орындалады. Себебі жас мамандар қазір ғылымға өте қызығушылықпен қарайды. Ең негізгі оларға жағдай жасау жастарға. Жағдай болса, жастар келеді. Мемлекет басшысы бұл мәселеге өте жоғары көңіл бөледі. Ғылым және технологиялық саясат заңында ғалымдарға, әсіресе жас ғалымдарға өздерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға көптеген талаптар қойылған. Сол бойынша бүгінгі күні 423 жас ғалым пәтер алған. Оларға пәтер берілген. Және жас ғалымдарға ерекше жеңілдіктер үй бағдарламалары бойынша осы заңның аясында сондай талаптар бар. Осы 423 жас ғалымның ішінде ең талантты, ең сондай өздерінің жетістіктері бар ғалымдар үй кілттерін мемлекет басшысының қолынан алған. Ол өте үлкен моральдық көмек. Және басқа жастарға ол серпін беретін жағдай. Бұл зерттеушілердің санын арттыра ма? Себебі Қазақстандағы мысалы зерттеушілердің саны 22 мың ғана екен. Енді бұл әр 10 мың адамға шаққанда 11 зерттеуші, Ресейде мысалы 30. Біз сол ТМД мемлекеттерін қарап отырсақ та, Беларусьта 28, Еуроодақ елдерінде 80-нен асады, мысалы 10 мың адамға шаққан кезде. Бізде осындай әрекеттер осы айырмашылықты қысқартуға әсер етеді ме, жоқ әлде басқа да шаралар қабылдау керек па? Әрине, бұл ғалымдардың саны жеткіліксіз. Тек біздер ғылымды экономикадан тыс қарамауымыз керекпіз. Экономиканы қараған кезде оның ішінде өнеркәсіп қандай жағдайда? Өзіміздің заводтарымыз дайын ба? Өзіміздің салаларымыз дұрыс дамып келе жатыр ма? Сол жағына қарай, қанша сол экономикадан сұраныс болса, сонша біздің ғалымдардың саны және олардың нәтижелері де болады. Қазіргі уақытта сұраныс керек. Бизнес және мемлекеттік органдар ғылымға нақты сұрақтар қою керек. Нақты сұраныс қою керек. Біздерде бүгінгі күні сұраныс тек қана ғалымдардың өздерімен дайындалады, өкінішке орай. Нақты мемлекеттік органдар, министрліктер өздеріне қажетті заттарды ғылымның алдында талап ретінде қоймай тұр. Қой алмайды ма, әлде қойғысы келмейді ма? Яғни қоюға деңгейі жетпейді ма, жоқ әлде олар немқұрайлық танытады ма? Бүгінгі күні немқұрайлық жоқ. Бүгінгі күні бұл мәселені жаңағыдай мен айтқандай бизнес және өнеркәсіп қою керек. Министрліктер ол шиновниктер. Олар өнеркәсіпте жұмыс істеген адамдар емес.
Сондықтан да олар жұмыс топтарын құрып, нағыз бизнес пен өнеркәсіпке қажетті заттарды ғылымның алдына шығару керек. Жан жақты даму керек біздерге. Егер біз осындай әрекеттер жасамасақ, мысалы енді утечка мозгов дейміз ғой, орысша айтқан кезде. Енді сіз әрине, мен қарап шықтым, сіз утечка мозгов емес, обмен мозгов деп айтасыз көбінесе. Бірақ енді Қазақстаннан кеткен жас ғалымдардың көбі қайтып келмейді, шынын айту керек. Зерттеушілердің, өнер тапқыш иелерінің көбісі, мысалға батысқа кететін болса, олардың қайтып келуі өте некен саяқ. Біз үшін бұл негізі шынымен мүмкіндік пе, жоқ әлде бұл қауіпті тенденция ма? Шетелге кеткен азамат. Мысалы, жаңадан шығып отыр, зерттеушілердің санының азаюына байланысты сұрақ. Шетелге кеткен зерттеушілер. Мысалы, алысқа бармайық, осы Ресейге Объединенный институт ядерных исследований деген бар. Дубнадағы үлкен ядролық институт. Сол жерде біздің қазақстандықтар 90-нан астам біздің жас мамандар жұмыс істеп келеді. Өте жоғары нәтижелері бар, өте жоғары білімдері алған. Оларды енді бері жаққа, сол 90 біздің азаматтарымызды тартсақ, жұмыс орны дайын ба біздерде? Сондай сияқты біздерде инфрақұрылым бар ма? Сондай сұрақтарды қоюымыз керекпіз. Және де бұларды, осы жастардың патриоттықтары төмен деп мен айта алмаймын. Олар сол жерде жаңа технологиялық әдістерді үйренуде, өте жоғары зерттеулерді өткізу жүр. Солармен біздер коллаборация жасауымыз керекпіз. Оларды, сол біздің азаматтарды шетелде жүрген, және шетелде жоғары дәрежеге өз еңбегімен жеткен азаматтарды біздің іштегі осы қазақстандық ғылыми жобаларға тартуымыз керекпіз. Тартқан бойда олар біздің жас ғалымдарды өздерінің жаңа технологиялық әдістеріне үйретеді. Бірлесіп жаңа жобаларға, жаңа ғылыми жетістіктерге жетеді. Сондықтан да бүгінгі күні утечка мозгов дегеніңіз негізінде бар, тек ол бір қатерлі фактор деп мен айта алмаймын. Оларды іріктеп, тауып, біліп, бер жаққа біздің ішкі ғылыми жобаларға тартуымыз керекпіз. А не кедергі қазір? Кедергі, мен айтайын, біздерде келесі кедергі. Ғылым саласы цифрландырылмаған. Бүгінгі күні біздер толық білмейміз, қанша біздерде институт бар, ғылыми институт, ғылыми орталықтар, қанша ғалымдарымыз бар. Жаңа 22 мың дегеніңізде, оның ішінде академик ғалым қанша, зерттеуші ғалымдар қанша. Кім нақты лабораторияда жұмыс істейді, кім жай ғана университеттерде сабақ береді. Солар бойынша біздер толық цифрландырып, осы ғылымның экожүйесін түсінуіміз керекпіз. Лабораторияның санын, лабораторияның жабдықтандыру бағытын, олардың кадрлық потенциалын, соны білген кезде, соның ішінде біздер мемлекеттен қаржыландыруға қатысатын институттарды міндетті түрде кіргізуіміз керекпіз осы цифрлық жүйеге. Және де мемлекеттен тыс бизнестен алып жатқан қаржылар бойынша біздер тіпті мәліметіміз ол бойынша жоқ деуге де болады. Сол цифрландыру портал бүгінгі күні мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ғылым және жоғары білім министрлігімен дайындалуда, үлкен жұмыс топ және инновация және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп, осындай цифрлық ғылыми порталды дайындап жатыр. Оның ішінде тек қана конкурсқа қатысты жобалар емес, оның ішінде бүкіл біздің ғылыми зерттеу институттар, университеттердің жанындағы ғылыми орталықтар, және де жай жеке
ғылымға қатысатын тұлғаларды осы портал арқылы жұмыс жасайды. Себебі мемлекеттің қаржысын алған кезде олардың келісім шарттары тек қана осы цифрлық портал арқылы қойылатын болады. Сол кезде біздер толық түсінеміз, қанша институтымыз бар, олар немен айналысады, ол институттың рентабельдігі қанша. Рентабельдік туралы ешкім бүгінгі күнге дейін мәселені көтеріп жатқан жоқ. Рентабельді төмен институттар қаншалықты қажет бүгінгі күні. Олардың ғылыми потенциалы қаншалықты. Патенттері бар ма, жоқ па? Бүгінгі күні біздер өндіріске өнімді шығару үшін, нарыққа өнімді шығару үшін, біздерде белгілі бір сертификациядан өткен лабораториялық қажет. ISO 17025 стандарт бойынша аккредитация алынған лабораториялар қаншалықты бар осы ғылыми зерттеу институттарда, ол да туралы мәселе, ақпарат жоқ деуге де болады. Бір аудит жүргізілген бе бізде ғылыми институттарға үлкен, кең көлемді? Бүгінгі күні... Аудит тек қаржылық жағынан емес, жалпы олардың жұмыс істеу потенциалы, олардың өміршеңдігі, тіпті кейбір институттар бар, 50-ші жылдардан бері тұрғанда, мысалы, тіпті олардың қажет емес екеніне қатысты сұрақтар бар. Бұл жерде аудитке... Ішінде бір 3 адам отырады, ескірген заттар, мысалы, сондай институттарда баршылық енді. Баяғыдан келе жатыр, амалсыз ұстап тұр. Сол жаңа мен айтып отырған цифрлық ғылыми портал сол мәселелерді бәрін көтереді. Бүкіл ақпаратты сол порталдың ішіне салсақ, шығып аудитін жасауда қажеттілігі болмайды. Себебі бүкіл ақпарат соның ішіне түседі. Себебі бұл цифрлық порталдың ішінде құрал жабдықтарды кіргізіледі, бөлек ресурс ретінде. Құрал жабдықтары жоқ, не кадрлары жоқ институттар сол порталдың ішінде анық көрсетіледі, біздер біздің әлеуетімізді ғылым жағынан толық содан түсінеміз. Түсінікті. Президент сәуір айында ғалымдарды марапаттағанда университеттерді сіз айтқандай жаңа зерттеулер мен инновациялардың пионері болуы тиіс деп айтты. Бірақ қазір мысалы жоғары оқу орындары көбіне байқасақ, маман даярлауда басымдық беретін сияқты. Ғылымға көңілді ол бір соңғы орынға қоятын сияқты көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Қазақстандық университеттер ғылым мен білімді тең дәрежеде дамыта алып отыр ма? Жоқ әлде университеттегі ғылыми орталықтар жалпы ғылым мәселесі кенже қалып қойды ма? Себебі оларда көбінесе өзіңіз айтқандай бағанағы жарияланымдар мен халықаралық жарияланымдар, импакт фактор дейміз, сондаймен есептейтін сияқты болып көрінеді өзіме. Немесе киоск сияқты рейтингтарға енсе, біз ғылыми университет, біз немесе ұлттықпыз деп тек президент емес, өздерін алдап отырған сияқты көрінеді, мысалы. Сіздің ойыңызша қалай? Сіз кеңесшісі ретінде, мысалы, осы мәселені қалай бағалайсыз? Бұл жерде мәселе қайтадан келем, ғылымдағы сияқты білімде 30 жыл бойы үлкен сұраныстар, не үлкен тапсырмалар қойылмаған университеттің алдында. Сіз білетін шығарсыз. Дүние жүзінде университеттердің өздері 4 дәрежеге бөлінеді. Біріншісі баяғы 1000 жылдан келе жатқан дәреже, ол жай ғана білім беру ордасы. Екіншісі білім мен беру практиканы өткізу, және кішкене болса да бір ғылыми зерттеу жұмыстарды өткізу. Үшінші деңгей ол зерттеуші университеттер. Ол жерде білім бакалаврлар аз, негізі олар шығаратын магистр мен докторлар. Және көбінесе ғылыми зерттеу жұмыстармен айналысатын университеттер. Төртінші деңгейдегі университет дүние жүзінде өте аз. Ол университеттер ең ірі, ең алдағы қатардағы жаңалықтарды шығаратын университеттер. Трендті жасайтын университеттер ғой. Біздер екінші деңгейде қалып қойдық. Бірақ бізде зерттеуші университеттер бар ғой, үшінші деңгейдегі. Солай аталатын.
Ол зерттеуші университет екінші деңгейдегі университет. Бұлардың ішінде зерттеуші университеттер бір 10 шақты университет бар. Және де оларға жайдан жай зерттеуші берген деп мен есептемеймін. Себебі олар QS де бар, жоғары дәрежелері, және де импакт факторлары да жеткілікті. Дегенмен де сіздің сұрағыңыз дұрыс. Осы зерттеуші университетке бүгінгі күні критерий жоқ. Қалай университетті зерттеуші университет деп тағайындайды? Қалай сол атақ беріледі? Сол бойынша да мен ғылым және жоғары білім министрінің алдына сұрақ қойдым. Бүгінгі күні зерттеуші университетке нақты критерийлерді шығаруға жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр. Біздерде негізгі мақсатымыз үшінші деңгейге шығу мақсат. Үшінші деңгейге шығу. Қанша университет дайын сіздің ойыңызша? Шын мәнінде? Шын мәнінде 1-2 университетті атауға болады. Ең бірінші, бүкіл рейтингке қарағанда ол Назарбаев университет. Оның ішінде ғылыми орталықтар, жоғары импакт факторлар, және де осы жақында 1-2 күн турысында маған Назарбаев университеттің басшысы хат жолдаған болатын еді. Британиялық ірі аттестациялайтын комитеттен олар өздеріне аккредитация алған. Қазақстанда ол алғаш рет. Екінші орында ол Нарикбаев университет деп айталам. Себебі Нарикбаев университетке баратын болсаңыздар, о жерде білім мен тәжірибе бірге жүргізіледі. Және ғылыми орталықтар өздерінің саласы бойынша өте белсенді жұмыс атқарады. Қалған университеттерге оларды бүгінгі күні жұмыстарды атқаруда, бір күннің ішінде біздер бұрынғы жүйені тез арада сындырып жаңа жүйені құра алмаймыз. Сондықтан да сатылап, жоспарды түрде бұл жұмыс жүргізіледі. Негізі сіздің сұрағыңыз өте дұрыс. Біздер тек қана білім берудан зерттеуші институтқа айналуымыз керекпіз. Ең негізгі ол өңірлерде сондай жұмыс атқарылу керек. Себебі негізгі біздің зерттеуші жұмыстарымыз 2 қалада шоғырланған, ол Астана, Алматы, 60% зерттеулер ғылыми, және қаржыландырудың ең қомақты пайызы осы 2 қаланың ішінде. Өңірлер қалып бара жатыр. Және де сол мәселеге біздер үлкен көңіл бөлуіміз керекпіз. Оған кім бейім болу керек? Сол өңірлердегі облыс әкімдіктері ма, жоқ әлде сол университет па, яғни тікелей министрлікке қарасты кім бейім болу керек? Жоқ әлде кәсіпорындар ма? Немесе осылардың басын біріктіретін бір, қалай десем болады, орысша айтқан кезде связующий орган дейді ғой, яғни байланыстырушы бір мүдделерінің бір нүктесін табатын бір орган болу керек па? Немесе бұл жерде шығатын қорытынды мүмкін ғалым комитет болып тұр ғой қазір. Мүмкін агенттік болу керек па? Мүмкін тікелей үкіметке ғана бағынатын, немесе президент әкімшілігіне ғана бағынатындай сондай бір зат керек па? Қалай ойлайсыз? Яғни не мәселе? Неге бұл шешілмей тұр дегенде? Себебі тапсырма бар, президенттің тапсырмасы бар, ғылым бойынша қаржыландыруды көтеріңдер деген тапсырмасы бар үкіметке. Ғалымдардың мәселесін шешіңдер деген. Яғни университеттерді ғылыми зерттеуші университет ретінде, пионер ретінде мықтылап дамытыңдар деген тапсырмасы да бар. Енді мәселе неде дегенді бұл жерде шығады? Біздер қайтадан өңірге келетін болсақ, бірінші сіздің сұрағыңыздың жартысына келетін болсақ, өңірлерде бұрында ешқандай жаңағы сол жұмысты жүргізетін инструмент болмайтын еді. Жаңа заңда, ғылым және технология саясат заңында өңірлердің ғылымына келетін бірнеше баптар бар. Өңірдік ғылым деген. Енді бүгінгі күні өңірлерде ғылым саясатты өткізетін облыс әкімі.
оларға сондай құқық берілген. Жауапкершілік бар оларда? Жауапкершілік бар. Бұл бап осы 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырылды. Оны KPI-ға енгізуге бола ма үкіметтің? Осы жұмыс бойынша біздер неден бастадық? Біздер ғылым қауымдастықпен бизнес және әкімдіктің арасында ғылыми техникалық кеңес құрдық. Алғаш рет. Бүкіл 20 өңірде сондай ғылыми техникалық кеңес ашылды. Олар тек қана жаңа ғана осы жұмысты бастап жатыр. Қандай ғылыми бағытқа олар бағытталады? Сол өңірлер. Шешім бойынша, ол ортақ шешім, ғылым өңірдің негізгі проблемаға сай болу керек. Сол өңірдің проблемасын көтеру керек, және сол проблеманы шешуге атсалысу керек. 6 өңірде академиялық және зерттеу шеберлігі орталығы ашылды. Неге ол? Әкімдіктің қасында ма? Университет. Университет. Өңірлік университеттің жанында. Себебі бұл жерде бүкіл потенциалды біздер бір жерге жинақтауымыз керекпіз. Өте үлкен жобалар, қаржыландыру бөлінген. Сол жерде лабораториялар ашылады. Лабораториялар жабдықталынады, және бүкіл кадрлер сол жерге жиналады. Сол орталықтардың бағыттары өңірлердің экономикалық құрылыммен үндестірілген. Және де бүгінгі күні бұл жұмысты өткізу үшін 4 макро өңір бойынша 4 орталық ашылған. Мысалы, солтүстік өңірде Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетте агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамыту бағыты ашылған. Батыс өңірінде 2 орталық, ол Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті. Бұлардың негізгі бағыты экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздігі. Ақтауда Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженерлік университеті сутегі және баламалы энергетика теңіз көлігі бойынша бағыттарды өздеріне алған. Бұл қандай нәтиже береді Күнсұлу? Шығыс өнері. 4 өңірді айтайын. Шығыс өңірінде Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университет, ол тау-кен металлургия кешен бағытын алған. Оңтүстік өңірде 2 орталық, 2 университет, Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті су қауіпсіздігі бойынша, және Қожа Ахмет Яссауи халықаралық Қазақ-Түрік университетінде медицина және биотехнология. Осы бағыттар іске асырылып жатыр. Мен басында айтқандай 60% біздің қаржыландыру және ең негізгі ғалымдардың саны осы негізгі қалаларда Астана мен Алматыда шоғырланған. Осы 4 орталық, макро өңірлік орталық ашылған кезде және өздерінің сол өңірге сай келетін бағыттар ашқан кезде біздер өңірлік ғылымды дамытамыз, кадр даярлаймыз. Сол бағытқа сай инфрақұрылым салынады. Оларды әкімдіктер қарап, ғылыми техникалық кеңес арқылы осы жұмыстар өткізіледі. Түсінікті. Осы жерде мен бір нәрсені түсінгенге отырды. Сіз өзіңіз кезінде басқардыңыз ғылым академиясына, қателеспесем. Ұлттық ғылым академиясы. Бұл президент жанындағы ма? Президент жанындағы. Сосын бізде тағы да бір ұлттық ғылым академиясы бар, иә? Ол жабылды бүгінгі күні. Жабылды ма? Қашан жабылды? Осы мамыр айында дейін. Мысалы, осы жерде сол ұлттық ғылым академиясының функциясы қалай болу керек? Мысалы, қазір қателеспесем Ақылбек Күрішбаев басқарып отыр, иә? Оның осы ғылымды дамытуда, осы мысалға жаңағы реттеуде осы мәселелерді, оның функциясы қандай болу керек? Мысалы, сізде сол басқарған кезіңізде соған қатысты ойларыңыз, жоспарларыңыз болды ма, мысалы? Яғни қазіргі айтып отырған тіпті әкімдік мәселесімен болсын, кәсіпорындар болсын, мысалы, тіпті ғалымдардың өздерімен. Жабылған жақсы болған екен ана біріншісі. Оны енді мен айта алмаймын, жақсы ма, жаман ба. Жалпы
Ұлттық академиялар өте қажет. Себебі академиялар ол интеграл сияқты ғалымдарды жинап, сол жерде үлкен жаңағы ғылым бойынша талқылаулар өткізіледі. Академияда жұмыс істеген кезде біздер Қазақстанда қанша академиялар бар, бағыттар бойынша. Соларын бастарын қосып бізде жинағанбыз. Сонда 16 академияны тауып, 16 академияның басшыларын шақырып, бірлесіп жұмысқа шақырдық. Академияның негізгі мақсаты ол ғалымдардың фундаменталды және қолданбалы жұмыстардың негізгі осы мемлекетке қажетті бағыттарын анықтау. Бірінші. Ең бірінші және ең негізгі. Қандай бағыт керек? Немен айналысу керек, я? Қандай бағыттарға көңіл бөлу керек? Қандай бағыттарды біздер көтеруіміз керекпіз? Негізгі бүгінгі күні академия өте үлкен жұмыс атқаруда. Ақылбек Күрішбаев белсенді жұмыс атқарып жүр. Оны бұқаралық ақпарат желілерден көруге болады. Тек сол бағыттарын анықтап қана қоя ма? Ары қарайғы қандай сонда? Олар Қазақстанға соңғы 10 жылда болмаған үлкен форсайттық зерттеулерді өткізген. Форсайттық ол прогноздық болжам. Қандай бағыттар жаңа пайда болады дүние жүзінде. Мысалы, жасанды интеллект бойынша 5 жыл бұрын онша ешкім естіген емес. Форсайт бойынша жаңадан шығып жатқан, жаңадан пайда болатын технологияларға көңіл бөлу. Және де бұл жұмыстарды кім өткізу керек? Қандай ғылыми зерттеу институт? Қай институтта бүгінгі күні әлеуеті жоғары, потенциалы жоғары? Сол бойынша өте ірі 3 жылдық форсайтты зерттеулерді біздің ұлттық ғылым академиясы өткізген және оны ғылым және жоғары білім министрлігінде ұсынған. Екінші мәселе, бұл қайтадан оралып келе жатырмыз, өңірлік ғылым. Өңірлерде ғылым дамымай жатыр. Ғылым академия өздерінің сессияларын сол өңірге барып өткізуде соңғы кезде. Мен осы жерде бір дискуссиялық момент туып отыр да. Енді мүмкін сіздікі дұрыс шығар. 6 өңір дедіңіз жаңа, мысалға. Қазір де айтып отырсыз, мысалы, өңірлік сессиялар, ғылым бойынша. Бірақ бізде көбінесе, қалай десем болады, яғни ақылды азаматтардың көбісі, ол түсінікті, Алматы мен Астанаға немесе шетелге кетіп бастайды. Ол түсінікті. Осы жерде бізде, мысалға, Астана хаб бар, мысалы, немесе Алатау бар, мысалы, бір жылдар тіпті жұмыс істемей қалған проблемасы, қаншама қаражат бөлінген кезінде. Сол сияқты бізде осы ірі қаланың қасынан дамыту тиімді емес па, қалай ойлайсыз? Яғни біз өңірге қазір тіпті мысалы ғылымнан бөлек орта мектептің өзінің сапасына сұрақтар көп, мысалы, өңірдегі. Бізде тіпті бір стандарт, бір жүйе, мысалы, біз унитарлы мемлекет деп айтыламыз ғой. Яғни бір методика, бір бүкіл стандарт барлығы бірдей болса да, Петропавлдағы білім жүйесі басқа, Маңғыстаудағы білім жүйесі мүлдем басқа. Немесе Қызылорда, немесе Алматы деген сияқты. Айырмашылықтары жер мен көктей, мысалы. Бұл тағы да бізді сол проблемаға кеп соқтырмайды ма? Яғни біз одан сондай бір орысша айтқан кезде выхлоп болады ма, нәтиже болады ма? Осы ғой сұрақ. Мен сіз сияқты пессимизмге... Бұл жерде пессимизм емес, бұл жерде реализм тұрғысынан қарасақ, мысалы. Мен пессимизмге жатпайтын адаммын, және мен толық реалист, прагматик. Неге сеніп, және неге сүйеніп отырсыздар? Өте сеніп отырым, себебі мен жастарды білем, жас ғалымдарды. Біздерде келе жатқан келесі ұрпақ
өте мықты жастар. Мгм. Білімдері өте жоғары. Және көзқарастары бөлек біздерге қарағанда. Оларға тек қана жағдай жасау керек. Жағдай жайлап, жасалып келе жатыр. Уәде бересіз бе Жастарға. онда? Әрине. Әрине. Бүгінгі күні біздер біздің мемлекеттің инновациялық рейтингке қарайтын болсақ, осы жылап жүргендерді мен түсінбеймін. Бәрі жаман, бәрі қирап жатыр, бәрі өліп жатыр, олай емес. Жан жаққа барып қараңыздар. Негізгі мен осы ғылымды онша ешкім біле бермейді, себебі ғылымды ешкім көрсетпейді теледидарда. Осы бойынша мен бір ұсыныспен шығайын деп отырмын. Біздің өте мықты орталықтарды түсіріп, осы елге көрсету. Мықты ғалымдарымыз жеткілікті. Бұрынғы буын және жас буындарда бар. Оларды тек қана бағыттау керек. Және оларға талап қою керек. Талап қойылмаған жерде жұмыс болмайды. Талап жоқ. Стандарт бар ма? Жоқ ғылымда. Инфрақұрылым бар ма? Әзірше жеткіліксіз. Но ол бойынша мемлекет, үкімет жұмыс жасап жатыр. Мынандай қиын заманда 3,5 есе қаржыны көтеріп берудің өзі ол өте үлкен жетістік. Біздің ғалымдардың жалақысы бүгінгі күні министрдің жалақысымен тең. Ол неге байланысты? Оның Хирша индексі жоғары болса. Ол бірнеше проектін ұтса, сонша ол жалақыны алып отыр. Алмай жатқандар, яғни потенциалы төмен, жаңа тәсілдерді білмейтін және технология үйренбеген ғалымдар. Жас ғалымдарға бөлек конкурс бар, жас ғалым конкурс. Оларға үлкен жаңағы жасы келген ғалымдар қатыса алмайды. Бөлек конкурсқа тек қана жастар. Және де сіздің қойған сұрағыңызға, қазіргі уақытта ғылым қоғамдастықта келесі бір сұрақ өте белсенді талқылануда. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ғылым әлеуеті жоғары қалашықтар ашылады. Мысалға мен оны айтып отырғаным, мысалы ақш-ты алып қарасақ та, бір ғалымдар қалашығы бар мысалы. Мысалға Жапонияны алдыға кеткен ғылым бойынша қарасақ, оларда да белгілі бір тұрақтылық бар да, яғни осы өңір бізде ғылыми өңір бойынша нақты дамиды және ол барлық экономикаға, барлық өңірге серпін береді деген. Мен сол тұрғыдан айтамын. Сол бойынша бүгінгі күні 2 қалашықтың орны жобалы түрде белгіленген. Қандай? Біріншісі, ол Абай облысындағы, Курчатов қаласындағы ядролық институт. Ол ең бірінші. Себебі потенциалымыз о жерде өте жоғары. Екіншісі, ол Алматы ішіндегі Пит Алатау деген орталықта үлкен ғылыми зерттеуді ашу. Негізгі приоритеттік бағыттар ол да анықталған. Приоритетті бағыттар ядролық физика, биотехнология, агротехнологиялар, жасанды интеллект және көлік технологиялар, логистика. Сол бойынша біздерде қазір үлкен жұмыстар болып жатыр. Бүгінгі күні заңның ішінде ғылыми қалашық деген ұғым әлі жоқ. Ол бойынша біздің мәжіліс депутаттары келесі сессияда заңнамаға өзгерістер енгізеді, кіргізеді. Сол заңнаманың өзгерісіне қарай 2 қалашық 2035 жылға дейін ашылуы тиіс. Форбсқа берген сұхбатыңызда коронавирус кез келген уақытта қайта қауіпті мутацияға ұшырауы мүмкін деген едіңіз. Есіңізде шығар, иә? Бұл тек COVID-19-ға қатысты ма, әлде басқа да вирустардың жаңа толқынына дайын болуымыз керек? Ол кездегі интервьюде айтқан сөзім өмір дәлелдеген. Қаншама коронавирустың жаңа түрлері шыққан, жаңа мутациялар анықталған.
соңғы мутация осы жылдың наурыз айында шыққан. Бұл бізге келген дерт, және ол кетпейтін зат. Біздер тек қана соған дайын болуымыз керекпіз. Және де соңғы кезде сіздер қаншама жаңа шығып жатқан ауруларды естіп жүрсіздер. Бұл аурулар шыға береді. Себебі біздерде климат өзгеріп жатыр. Экология? Экология өзгеріп жатыр. Және жануарлардың түрінен шығып, келесі жануардың түріне вирустар ауысып жатыр. Жануардан адамға, адамнан жануарға. Және де бұрында кенелерден тарайтын Конго Қырым ауруы біздерде тек қана Қазақстанның оңтүстік өңірлерде табылатын еді. Түркістан облысы, Жамбыл, Алматы. Қазір бері қарай келіп болды ма? Қазір осы соңғы жылдары ол Павлодар облысында анықталып жатыр. Яғни ненің белгісі? Күн жылында кенелер солтүстік жаққа бағытталған. Сондай сияқты біздерде осы ауа райы, климат өзгерген себептерден өте көп әртүрлі осындай жағдайларға тап боламыз. Күнсұлу ханым, сосын сіз айттыңыз, егер ревакцинация болмаса, жаңа толқын бұрынғыдан да қауіпті болуы мүмкін дедіңіз. Бұл жағдайда мемлекет қандай алдын алу шараларын қолға алу керек? Яғни ревакцинация жоспары болу керек па? Ревакцинация кезінде, пандемия болған кезде болды. Ревакцинация кезінде адамдар өздері коллективті иммунитетті шығарған. Одан кейін сондай қатерлі мутацияланған вирус шықпаған. Сондықтан да бұл ауру қазір таралып атқан жоқ. Дегенмен де қатерлі мутация шығатын болса, біздер қайтадан вакцинацияға түсуіміз керек. Бірақ сіз былай айттыңыз. Коронавирус – малое дитя по сравнению с тем, с чем нам приходится сталкиваться дедіңіз. Сіздің осы сөзіңіз негізі біраз ойландырып тастады. Қазақстанға шын мәнінде қандай да бір биологиялық қауіп-қатер төніп тұр ма? Жоқ әлде бұл қандай пікір? Біз бұған дайынбыз ба деген сұрақ туындайды. Осы биологиялық қауіпсіздікке өте үлкен үлес қосқан, көмек берген мемлекет басшысы. Біздер білуіміз тиіспіз. Ол факт. Қазақстанның территориясының 40% ол табиғи әртүрлі вирустардың ошағы. Мысалы, чума, толеремия, сыбыр обасы, тағы сондай сияқты аурулар бәрі де осы біздің жерде орналасқан. Себебі оны тасымалдайтын және ол жаңа берілетін көздері осы біздің табиғаттың ішінде. КСРО кезінде бізге әкеліп көмген ба сонда? Жоқ, ол табиғи зат. Ешкім еш жерден әкелген жоқ. Осы бізден пайда болған, е? Бізде болған, қанша жер бар, қанша сол орталықтар болған. Біздерде өте көп. Монголияда, Қытайда, Африкада. Неге негізгі аурулар осы жерлерден шығады? Енді біздер ауырмай жатқанымыз, яғни биологиялық қауіпсіздік жүйесінің өте жақсы жұмыс істегенінің себебі. Сіз бірақ олқылықтарды атағансыз 2022 жылы Сенаттағы сөзіңізде. Қазақстанда биологиялық қауіпсіздік саласында біртұтас ақпараттық жүйенің жоқтығы, болжам жасау тетіктерінің дамымағаны, ведомствоаралық координацияның әлсіздігі. Содан бері өзгерді ма? Яғни бұл проблемалар шешімін тапты ма? Президент назарға алды ғой, яғни. 2023 жылы Қазақстанда алғаш рет биологиялық қауіпсіздік туралы заң шықты. Алғаш рет. Сол заңның ішінде 8 мемлекеттік орган биологиялық қауіпсіздікқа жауапты. Координациялық орган денсаулық сақтау министрлігі. Содан бері биологиялық қауіпсіздікті жаңағы көтеретін, сақтайтын концепция шығарылды. Сол бойынша биологиялық қауіпсіздікті дамытатын және сол бойынша ғылыми зерттеулерді өткізетін Казбиофарм холдингі құрылды. Казбиофарм холдингінің ішінде 8 ірі биотехнологиялық ғылыми зерттеу орталықтары жиналған. Казбиофарм басшысы бізге сұхбатқа келген. Сол бойынша біздерде 22 жылы айтылған зат
қараңыздар, 23-ші мен бүгінгі 25-ші жылға дейін заң қабылданды. Болмаған заң, концепция, холдинг, және де 8 мемлекет органдар бірлесіп жұмысы, яғни үйлестіру жұмысы жолға қойылды. Сол бойынша қазір бізде әркім өз бетінше бұрынғыдай әрекет жасай алмайды. Жоқ, координация денсаулық сақтау министрлігінде. Бұл жұмыс өте қарқынды дамып келе жатыр. Күнсұлу ханым, жақында Оспан Али деген танымал фотографтың фотоларын көрдім, Каспий өңіріне барып түсірген. Соның жағалауларын, және ол өзінің пікірінде айтады, мен сұрасам. Ол айтады, бізде картада көрсетіп тұр дейді, яғни бір жерді, су бар жер деп картада көрсетіп тұр дейді. Бірақ барсақ, ол жер құрғақ дейді. Құрғақ тіпті ұзақ, километр кәдімгідей құрғақ болып жатыр дейді. Сондай жерлер өте көп дейді. Қазір кейбір экологиялық қателеспесем министрлік бұл табиғи жағдай, бұл қайтып келеді, бұл норм процесс, табиғи процесс деген пікірлерді айтып жатыр екен. Кезінде мен бір азаматтың пікірін естіп қалдым. Аралда да осындай проблема басталған кезде, сол кездегі мемлекеттік органдар дәл осындай пікір айтқан дейді. Яғни ол қайтып келеді, су қайтып келеді деген сияқты, аралдағы су. Қазір енді 1,5-2 метрге дейін кетті кейбір жерлерде тіпті 10 метр деп айтып жатыр. Ғылыми тұрғыда осыған бір баға бересіз ба? Қазір мысалға мен азамат ретінде, Қазақстан тұрғыны ретінде, біздің ғалымдарымыздың, яғни осындай ірі мәселелерге ғылыми шешімдер әкелген қалаймын да. Мысалға бізде жалпы құрғақшылық процесі басталып жатыр, мысалы сулардың азаюы, сулардың тартылуы, мысалға аралдың мәселесін шешу деген бізде бір жылдағы бір популистік неге айналып кетті андай. Министрліктердің бір форумына айналып кетіп бара жатыр. Яғни одан бір су келмейді, бірақ жиналып бәріміз сөз сөйлейміз, отырамыз, шай ішеміз, жаңағы су ішеміз, баяндама жасаймыз, бірақ одан арал қайтып келген жоқ. Шын мәнінде, мысалы қаншама бюджеттен қаражат бөлінеді, ООН, басқа да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы барлық қаражаттар бөледі, қарайды деген сияқты. Одан қаншама аурулар да тарауы мүмкін. Қандай баға бересіз, қашан біздің ғалымдарымыз, яғни осындай ірі көлемдегі мәселелерге өзінің шешімін ұсынып, немесе баға беріп осыған, және оған шешу жолдарын ұсынып, сондай бір күн туады? Өте өзекті сұрақты қойдыңыз. Өзекті мәселе. Енді бұған да президенттің назары болу керек емес шығар? Мен бұл саланы маманы емеспін, дегенмен де бұл бойынша өзімнің ойым бар. Енді Каспийге келетін болсақ, Аралға келетін болсақ, бұл теңіз емес, білесіздер. Бұл үлкен көлдер. Және оған су келеді жан жақтан. Мысалы, Каспийге ол Еділ, Жайық, басқа да кіші өзендер. Су соңғы кезде аз келіп жатыр. Ол сулар біздің территорияда пайда болып жатқан жоқ. Ол шекаралық сулар. Сондықтан да бұл жерде Қазақстанның Каспийді сондай жағдайға келтірудің пайызы төмен болар деп ойлаймын. Ал басқа мемлекеттерден қарастыру керек, не болып жатқан. Және Каспий 5 мемлекеттің арасындағы тұрған су қоймасы 5 мемлекет бірлесіп, және сол 5 мемлекеттің ғалымдар бірлесіп шешу керек. Ал бұл мәселеге, Каспий мәселесіне біздің мемлекетіміз немқұрайлы қарап жатқан жоқ. Сіздер білетін шығарсыздар, мемлекет басшысы ең алдымен Таразда су институтын ашқан, екіншіден Каспий институты ашылған. Каспийді зерттейтін институт. Енді екінші мәселе, сол институттарда маман бар ма? Сол мәселелерді көтере алатын біздер мамандарды дайындадық па? Неге мен бұндай сұрақ қойып жатырмын? Соңғы 15 жылда көптеген мамандықтар жабылған. Мысалы, ең айқын мамандар бұл педиатрия. Педиатрия маман қалай жабуға болатын еді, біздің балаларды кім емдейді? Вирусология. Вирустар бәрі кеткен жоқ қой, вирустар бәрі жүр ғой.
вирусология мамандығы болған жоқ, жабылды. Және Жауып қалды ма қазір? 15 жыл бұрын. Осы жақында Каздор ГЗИ-да болдық біздер. Жаңа жол салатын ғылыми зерттеу институт. Оларда өздерін мамандық бойынша жол салушы инженерлердің мамандық 15 жыл бұрын жабылған. Сонда біздер жол салмаймыз ба? Сол мамандық, мен айтып атқан 3 мамандық, үшеуі де қайтадан ашылды. Қайтадан ашылды. Жол инженері бойынша грант, 500 грант бөлінді. Вирусология енді аздау, педиатрия қайтадан ашылды. Сондай сияқты сол су мамандары дайындайтын мамандықты ол да жабылған. Оны қазір қайтадан жандандырып, ашып жатыр, кадрлер дайындалып жатыр. Аралға келетін болсақ, соңғы кезде арал кішкене болса да суын жинап, кішкене көбейді. Себебі Халықтың бәрі, жергілікті халықтың бәрі Алтай Айнабектің арқасы деп айтады. Солай болар, оның арқасы болса, оған мыңда бір рахмет. Дегенменде бұл бір адамның қолындағы зат емес. Бұл сырттан, Сырдариядан келген су. Яғни Өзбекстан мен арадағы қарым-қатынастың дұрыс Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы дипломатиялық және саяси қарым-қатынастың нәтижесі. Енді Каспийді келетін болсақ, оны әрине зерттеу керек. Әрине зерттеу керек. Және де бір мемлекет емес, Каспийдің қасында орналасқан мемлекеттер бірлесіп. Сіз президенттің кеңесшісіз. Сондықтан ашық сұрайын. Жалпы президентке осы саладағы проблемаларды жасырмай, бүкпесіз, ашық жеткізесіз бе? Және оны естіген кезде президенттің көзқарасын байқайсыз ба деген сұрақта. Бұл қызық жалпы қоғам үшін, мысалға. Қаншалықты қоғамда болып жатқан проблемалар осы ғылым саласындағы, жас ғалымдардың, мысалы, ғалымдардың мәселе көтеріп жатады ғой. Әлеуметтік желіде болсын, тіпті кейбір сұхбаттарда, подкасттарда болсын, мысалы, ашық түрде. Қаншалықты мониторинг, яғни жасай отырып, шынайы мәселелерді жеткізесіз? Осы бүгінгі мен айтқан мәселелерді көбін көтерген менмін. Президентке? Президентке. Президент қалай қабылдады? Ғылым және жоғары білім министрлігінде көтеріп жатқан адаммын. Менің мүмкін теріс жағым, мен проблеманы жасырмаймын. Проблеманы көтеріп қоям. Президентке айтып қоясыз? Бұл жерде президентіміз көрегендігі өте жоғары. Мен қазір оны әдейі жаңағы мақтап жатқан жоқпын. Мақтауға лайық адам. Мынандай қомақты қаржы беру. Қомақты қаржы, шынымен де. Оны тек қазір ғалымдар дұрыс жаратып, дұрыс жаңағы нәтижелерді берсе деп уайымдап жүрмін. Ғалымдар соны көтер ала ма бүгінгі күні? Жақсы нәтиже ала аламыз ба? Экономикаға біздер дұрыс үлес бере аламыз ба? Уайым сол негізгі. Мемлекет жағынан осы жағдайда істелініп жатқан заттар өте көп. Санайтын болсақ, соңғы 5 жылдың ішінде менің санауым бойынша 10 шақты ғылыми зерттеу институт ашылған. 10 шақты. Және өте қажетті бағыттар бойынша. Жаңа су ресурстары бойынша айттық, биотехнология туралы айттық, көлік, логистика туралы айтып отырмыз. Үлкен кеңестер өзінің деңгейінде ғалымдарды жинақтап, үлкен ғылыми кеңесті өткізеді. Бұрында ондай болды ма? Ғалымдар қасына бара алмайтын еді. Ұлттық ғылым академияны өте жоғары деңгейге көтеріп, ғалымдарға өздеріңізді басқарыңдар деген рұқсат берілген. Енді дұрыс басқара аламыз ба? Сол уайым. Сондықтан да бұл жағынан... Қазір Ұлттық ғылым академиясы министрлікке қарамайды, президенттің жанында ғой. Президент жанында. Сондықтан да менің негізгі парызым шындықты айту. Шындықты айту. Және сол шындықты айтқанымнан
енді бірқатар адамдар мені онша түсіне бермейді деуге де болады. Түсінікті. Бірақ Күнсұлу ханым, енді бізде дәстүрлі сұрақ бар. Енді ғылым ол шындық пен әділдікті іздеудің жолы ғой. Негізі тарихтан қарасақ, ғылым басшылардың алдында шамшырақ болған, жолын ашқан, яғни шындықты көрсеткен деген пікірлер бар. Бірақ қоғамда ғылымдағы жемқорлық туралы да сын көп айтылады, шынын айту керек. Егер ғылымның өзінде сондай әділетсіздіктер орын алып жатса, ол қалай дамиды деген сұрақтар бар. Сіздің ойыңызша ғылымды таза ұстау үшін ең басты қандай құндылық қажет? Бұл соңғы сұрағым. Тәрбие. Тәрбие? Тәрбие. Жан жақтағы тәрбие, қоғамдағы тәрбие, отбасындағы тәрбие. Жалпы идеология, тазалыққа. Заң, тәртіп. Заңда болу керек. Заңға сүйеніп біздер жұмыс жасауымыз керекпіз. Және тәртіпті сақтауымыз керекпіз. Менің саламда тәртіп болмаса, сіз ешбір нәтижеге жете алмайсыз. Себебі ол жерде өте ювелирді, тереңді жұмыстар, вирустармен. Тек тәртіппен адам аман қалады. Лабораторияның ішінде, бокстың ішінде. Сондықтан да біздер жете аламыз, бәріне жете аламыз. Біздің халқымыз өте ақылды негізінде. Табиғи жағынан ақыл берілген. Біздерге тәрбиелеуіміз керекпіз, бағыттауымыз керекпіз. Және айтып жүрімде, айтамды, жастарға көңіл бөліп, жастарға үлкен біздер ғылым жағы болсын, басқа жақтардан болсын көмек беруіміз керекпіз. Біздің бағдарламаның аты уәде. Қандай уәде бересіз, Күнсұлу ханым? Таза өмір сүру, таза өмір сүріп келе жатырмын. Әрі қарай солай таза, толық қанша күшім бар, ақылым бар, өзім туған еліме жұмыс жасау. Көп рахмет сізге. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, уәденің бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы президентінің ғылым және инновациялар мәселелері жөніндегі кеңесшісі ғалым Күнсұлу Закария болды. Біз Күнсұлу ханыммен ғылымның ел болашағы үшін шешуші роль атқаратын тағы бір мәрте талқыладық, аңғардық. Ғылым тек зертханадағы тәжірибе ғана емес, ол ұлттық қауіпсіздігіміздің тірегі, экономиканың қозғаушы күші екен, қоғамымыздың ілгерілеудің кепілі екенін айттық. Бірақ ғылым таза ортада ғана дамиды. Сондықтан ең бастысы әділдік, ашықтық және адалдық. Ал ғалымның миссиясы ол елге, қоғамға, мемлекетке қызмет ету. Бүгін біз Күнсұлу ханымнан уәде алдық, ал ең жақсы уәде ол орындалған уәде. Келесі эфирге дейін сәттілік.